Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін өте дәмді болып, үрленіп пісетін бауырсақтарды дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Және де менің әр салған видеом сізге бірінші болып көрініп тұратын болады. Енді бауырсақтарымызды дайындау үшін бізге ең алдымен жылы сүт және де жылы су қажет болады. Жылы сүтіміз бен суымызды қосып, үстіне кішкене шым тұз және де қантымызды салып, ашытқымызды салып, әбден барлығы бірдей біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Араластырып алғаннан кейін екі ас қасық қаймақтың үстіне біз сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, оны да біркелкі болғанша шайқап араластырып шығатын боламыз. Одан соң жаймендеп қамырымызды илейтін боламыз, яғни ситадан ұнымызды өткізіп, жақсылап араластыру арқылы жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Достар, бауырсаққа қанша мөлшерде, қанша көлемде зат кеткенін мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Міндетті түрде сол жақтан қарап, дәл рецептегідей жасайтын болсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз да дәл менікіндей үрленіп, әдемі қып-қызыл болып шығатын болады. Мен осылай бірінші лопатканың көмегімен илеп аламын. Содан соң кішкене әбден қоюланғаннан кейін бірақ онды сеуіп, қолыммен жұмсақ қылып қамыр илеп алатын боламын. Одан соң кішкене бетіне май жағып, бетін салфанмен жауып қоямын. Және де 1 сағатта 2-3 рет қайтадан қайырып басамын, сонда дәл осылай әдемі болып көтеріледі. Көтеріліп шыққан бауырсағымызды май сеуіп, қатты қалың емес, қатты жұқа емес қылып жайып шығамын. Мен домалақ қылып бауырсағымды жасайын деп жатырмын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша пышақпен де төртбұрыштап кесе берулеріңізге болады. Менде арнайы өзі бауырсақ кесетін қалпым бар. Сол бауырсақ кесетін қалыппен бауырсақтарымды кесіп, кішкене 15 минутқа көтерілгенше қойып қоятын боламын. Көтерілу үшін салып қоятын ыдыстарыңызды міндетті түрде майлап алыңыздар, себебі жабысып қалуы мүмкін, немесе ұн сеуіп қоюға да болады. Мен өзім сұйық маймен майлап қойғанды ұнатамын. Көтерілген бауырсақтарымызды қызып тұрған майда дәл осылай пісіріп аламыз. Мен тек қана сұйық май емес, тоң май, яғни малдың іш майынан жасалған тоң майды да пайдаланамын. Сол кезде біздің бауырсағымыз шылқып, сұйық майы шылқып тұрмайды. Сондай бір құрғақ, қолға ұстағанда да майы шылқымайды, жүрекке тимейтін болып пісіп шығатын болады. Осымен достар, біздің бауырсақтарымыз дайын болады. Жалпы мен рецептін ұнаса, қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.